Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге солянканы қалай дайындаймыз видеода көрсететін боламын. Соңына дейін көріңіздер. Дәмі өте ерекше болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ең алдымен таза суымызға етімізді тазалап жуып саламыз. Сосын қайнатамыз. Қайнағаннан соң көбігін алып тастаймыз. Жақсылап көбігін алып, сосын жай отта қайнатамыз. Бізге қажетті ингредиенттер описание бөлімінде жазылған. 2 пиязымызды ұсақтап турап аламыз, огурцимызды және де колбасамызды бәрін турап аламыз. Бәрін дайындап турап алдық. Енді қызып тұрған тапамызға 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, пиязымызды қуырамыз. Пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Қызарған пиязымызға соленый огурцимізді салып, 5 минут қуырамыз. Қуырылып болды. Туралған колбасамызды салып, араластырып, бұны да 2 минут қуырып аламыз. Дайындап алған томатымызды құямыз. 2 ас қасық томатымызға азғана мөлшерде су құйып, томатымызды жақсылап араластырып алып, құямыз. 2 минут қуырып аламыз. Қазанда қайнап тұрған еттің сорпасынан 3 шөміш құямыз. Жақсылап араластырып, крышкасын жауып 5 минут қайнатамыз. Бірінші етапта қазанға ет салып қайнаттық. Етіміз пісті, жай қайнап, уже біз подливын жасайым дегенше етіміз дайын болды. Етімізді қазаннан сүзіп алып, тураймыз, ұсақтап. Турап алдық. Сорпамызға подливіміз дайын болды. Подливімізді бірінші құйып, араластырып алып, етімізді саламыз. Араластырып алып, масленийімізді саламыз. Менде маслені 280 грамм. Дәміне қарай тұз себеміз, 5 минут қайнатамыз. Сборный солянкамыз дайын. Қалауларыңызша укроп, зелень, лимон қоссаңыздар болады. Сау болыңыздар. Она вкусно готовит, никто так не